Сәлем достар. Бүгінгі Құрбан айт мерекесі құтты болсын. Құрбан айт мерекесінде тілеген тілектеріңіз, жасаған дұғаларыңыз қабыл болсын. Арнайы құрбандыққа шалынған қой етінен ыстық тағам дайындайтын боламыз. Қой еті, картоп, сәбіз, қызанақ, болгар бұрышы, тұз, 40 қабат және 70 мл сұйық май қажет. Қазанымызды отқа қойып, 70 мл сұйық майымызды қыздырып, үстіне ұсақталып көпіршетіп туралған құйрық майды қуырамыз. Ұсақталып туралған сүйектері екі бөлікке бөлінген қой етін қуырамыз. Үстіне ақ пияз, болгар бұрышы және де қызанақ қосып қуыратын боламыз. Сәбіздерді де бөліктерге бөліп саламыз. Үстіне аршылып дайындалып қойған картопты саламыз. Қырыққабаттардың қабақтарын бөліп алып, картоптың бетін боқтырамыз. Үстіне үлкен ыдысты жауып қоямыз. Дәл осылай 1,5-2 сағаттың үстінде қоямыз. Ендеше отты аз жағуымыз қажет, сол жағын назарға алыңыздар. Тағамымыз дайын, қонақтарға ұсынуға дайын болып тұр. Өте дәмді, бұрқылдап, иісі аңқып шығып тұр. Құрбандыққа шалынған қой етінен дайындалған тағамымыз дайын. Құрметті достар, егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.